Так, Android телефонды удаленный доступ дейді, управлять етеміз. Ол үшін осындай создать етіп қойдым. Аты осындай батч скрипт создать етіп қойдым. И мына программа бар, специально скачать етесіз. Google-ға жазасыз, мысалы. Осы жерге жазасыз. И GitHub-тан шығады. Мына сайтқа кіресіз да, скачать етесіз осы жерден. Мен мысалы осыны скачать еттім міне. Windows 64 zip дегенді. Сосын оны мына ішіне распаковка жасадым, осының ішіне. Zip-тан осы папкаға құйдым. Сосын осындай файл создать еттім, batch script. Ол не істейді, қазір көреміз. Ішіне кіреміз. Ең бірінші телефонды USB-ге саламыз. USB-ге жалғаймыз шнур. Бір шетін телефонға, бір шетін компьютерге. Сосын жалғаннан кейін қазір живой көрсетіп жіберейін қазір. USB-ді жалғаймыз да, сосын настройкке кіреміз. USB-ді жалғаймыз, телефонда настройкке кіреміз. Сосын о телефоне дегенге кіреміз. Сосын мысалы менде на версия OS деп тұр ғой, соны 7 рет па 8 рет па басамыз. Сол кезде вы уже разработчик деп тұр, сол разработчикті қосу керек іске. Параметр разработчик деген. Сосын назад шығамыз да бір рет, соны іздейміз. Параметр разработчик деген. Ол менде мысалы расширенный настройканың ішінде. Так, оның ішінде бар ма, көреміз қазір. Так, міне для разработчиков деген пункт пайда болды. Жаңа 7 рет басқан кезде версия OS-ты. Соның ішіне кіреміз да, астына түсіреміз. Откладка USB дегенді іздейміз. Міне, мынаны қосып жібереміз осыны. Сосын откладка по Wi-Fi дегенге кіреміз да, тоже қосып жібереміз. Міне, сосын установка через USB-ді қосып жібердім. Сосын откладка по Wi-Fi дегенді де қосып жібердім. Окей дейміз. Мынау не обязательно сияқты белгісіз. Мынаны қосқан кезде жасап тұр. Мынаны өшірсем, Wi-Fi мен де жасап тұр менде. Сол үшін мына өзі жетіп қолатын сияқты откладка по USB деп тұр. Сол жеткілікті. Сосын мынаны да қосып жүрдім. Мынау, может, телевизорлерге керек шығар осы. Телевизорлерге де осы программа SRS ЦПУ деп тұр. Цпай. Сол телевизорды да управлять етеді. Android телевизорларды и Android телефондарды да управлять етеді. Қосып қойсаңыз болады, ештеңе етпес. Қосып жіберейік. Так, болды. USB қосылып тұрады. Ең басында USB-ді қосып қоясыз. Мынаны қостыңыз. Сосын барып бірді басасыз бұл жерде. Бірді басасыз да кіріп кетесіз ары қарай. Ол не істейді бірде, қазір исходный кодын көрсетейін. Міне исходный коды қарасаңыз болады осылай. Паузай қойып. Так, ішіне кіреміз да, бірді басамыз обязательно через USB бірінші. Содан кейін уже Wi-Fi мен жұмыс жасай береміз. USB түсіріп істейміз да, Wi-Fi мен жұмыс жасай береміз. Екіні басам, сосын Wi-Fi-ді IP адресті қайдан білеміз телефонда. Қазір көрсетіп жіберейін тоже. Настройкке кіресіз, сосын о телефоне дегенге кіресіз, астына түсіресіз. Подробный информация и характеристика деген. Әр телефонда әртүрлі енді. Менікінде осындай міне.
астына түсірем да, мысалы IP адресті состояние дегенге кірем, IP адрес іздеймін осы жерде. Міне 192.168.0.196 деген осы IP адресті не істеймін, осы жерге терем. Так, жауып тастайын қазір. Екіні басам, сосын введить IP устройство дейді, жаңағы телефондағы IP адресті осы жерге енгізем. Интер басам и телефонға кіріп кетеді. Телефонда управлять етсеңіз болады. Осылай. Мысалы, любой бір неге папкаға кіресіз, мысалы да. Сосын файл жіберу болады. Былай да, мысалы мына файлды жібергім келеді да, неге? Телефонға. Көтерем да, бүйтіп басып, просто экранның бетіне лақтырып жіберем осылай. Сосын ол қай жерге барады? Папканы ашамыз. Так, папканы ашамыз. Загрузки деген downloads деп тұрады, немесе загрузки деп тұрады. Соң ішіне түсті міне. Осының ішіне түсті. Просто көтересіз, лақтырасыз. Мысалы, анандай өзінің папкасымен көрсетейін қазір. Мынау міне. Загрузкиге кіреміз. Downloads деген папкаға кіреміз, соң ішінде келеді. Мысалы, тағы да жіберейін. Мысалы, мен иконканы жіберем. Просто экранның бетіне лақтырып жіберем. Папкаға кірем, міне шықты. Сосын текст копировать етіп болады бүйтіп. Осы жерге мысалы бір блокнотта жіберейік, блокнот па или любой бір браузерда жайық мысалы. И жоғары вставить етеміз осы жерге. Ctrl V-ны басып жіберем. Міне көрдім, бұл жерде копировать еттім. Бұл жерге Ctrl V дегенді басам мысалы міне. Сол кезде ставить етіледі. Тексті да отправить ету болады, файлды да отправить ету болады. Ол ана downloads или загрузки деген папка кетіп қалады. Отправить еткен файлыңыз. Управлять ету болады. Тек телефонмен емес, Android телевизорлерде де управлять етсеңіз болады осымен. Так, келесі микрофон. 4-ті басам, Wi-Fi микрофон. Еще жазады запись деп тұр. И IP адрес терем. Раз микрофон жазады. Ол жазған жері upload output деген папканы создать етеді. И соң ішіне жазады. M4A мен жазады. .m4a расширениясы. Так, келесі камера. Жетіні басасыз. IP адрес тересіз. И камера ауысып кетеді. Звук, камера бәрі бар. Сосын бұл камераны жатқа керек. Мысалы, біреулер стрим жасаса, сондай бар. OBS деген программаға, мысалы, сондайларға керек. Сосын экран, алтыны басайық, 6. Экранның бетін жазады. Так, IP адрес. Тоже управлять етесіз, и экран бетін жазады еще сразу. Жауып тастаймын. Output'тың ішінде и рекорд MP4 мен жазады. Видео қылып береді.